Сәлеметсіңдер ме, құрметті оқушылар? Каналға жазылып, міндетті түрде видеоға лайк басып өтіңіздер. Бүгін біз сіздермен 5-ші сыныптың 2-ші тоқсанындағы 2-ші ПЖБ тапсырмасын орындайтын боламыз. Ежелгі көшпенділер мәдениеті бөлімі бойынша жиынтық бағалау. Оқу мақсаты тақырып бойынша меңгерген жаңа сөздерді, олардың синонимдері мен амонимдерімен қатар қолдану ойын жеткізе білу. Шағын көлемді мәтіндердің мазмұнына жоспар құру, соған сүйеніп баяндау. ПЖБ тапсырмасы 15-20 минут орындалады. Ал енді тапсырмаға көшеміз. Бірінші тапсырма. Мәтінді мұқият тыңдаңыз. Төменде берілген сөздердің синонимін мәтіннен тауып айтыңыз. Ал біз сіздермен мәтінді оқитын боламыз. Көшпенділер өркениеті мал шаруашылығымен айналысатын, көшіп қонып тіршілік ететін адамдар өркениеті. Көшпелілік географиялық орта мен ауа райының әсерінен қалыптасқан. Көшпенділер өркениеті әдетте шөлді және құрғақ далаларда тау бөктерінде дамыған. Мұндай жерлерде жаңбыр аз жауады. Қазақстан осындай аймақ болып саналады. Көшпелі халық табиғатқа жақын болуға, оны қадірлеп, оның сырын тануға талпынған. Сондықтан көшпелілерде жабайы табиғат деген ұғым мүлде жоқ. Ежелгі зерттеуші ғалымдар көшпелі халықты рухы биік, жаны таза, бейбітшілік сүйгіш, әділ, батыр, ұйымшыл халық деп бағалады. Алайда көшпелілер туралы теріс түсініктерде кездесіп отырады. Мысалы, көне Қытайда және Еуропада көшпелілер жабайы мәдениеттің қашшауы деген түсінік қалыптасқан. Себебі айналасындағы көршілері олардан қатты қауіптенген. Өйткені көшпелілер соғыс өнеріне жетік, жауынгер батыр, ержүрек халық болды. Ал енді тапсырмаға көшейік. Өмір сүретін сөзінің синонимі тіршілік ететін. Есептеледі, саналады, дұшпан, жау, құпиясын, сырын. Екінші тапсырма. Мазмұн бойынша шағын жоспар құрыңыз. Жоспарға сай мәтінді жұбыңызға мазмұндаңыз. Мазмұндау кезінде жоғарыдағы синоним сөздерді баламасымен бірге қолданыңыз. Біз мынандай жоспар құрдық. Кіріспе бөлімге ежелгі көшпенділер деген ат бердік. Негізгі бөлім көшпенділер рухы биік, жаны таза, бейбітшілік сүйгіш, әділ, батыр, ұйымшыл халық. Қорытынды бөлімге көшпенділер батыр, ержүрек халық. Ал құрметті оқушылар, осы жоспар бойынша жұбыңызға мәтінді мазмұндап беріңіз. Әрі біз орындаған синоним сөздерді қолданыңыздар. Құрметті оқушылар, сіздерге тағы қандай ақпараттар қызықтырады? Міндетті түрде комментарийге жазып, ой бөлісіп өтіңіздер.